Сәлеметсіздер ме? Бүгін баланың терісі неге сарғаяды жаңа туған нәрестенің? Жаңа туған нәрестенің терісі сарғаяды себебі бала анасының ішінде кезінде анасының эритроциттерімен қоректенеді. Осы дүниеге келгеннен кейін баланың анасы берген эритроциттер көп мөлшерде ыдырай бастап, баланың сүйек кемігінде өзінің эритроциттері түзіле бастайды. Сонымен эритроциттер ыдыраған кезде бізде билирубин деген пигмент бөлінеді. Ол ағзада нормасы 1,7 және 20,5 микромоль на литрдің аралығында. Егер ол ағзада көп болса, ол бүкіл ағзаларды миды зақымдап, өте ауыр жағдайларға әкелуі мүмкін. Мысалы айтатын болсақ, бала бірінші туылған кезде қанында бірінші күні 30 микромоль на литрға дейін болады. Екі мен үшінші күні, өмірінің екі және үшінші күні 150-ге дейін көтеріледі. Ал 3 пен 5-ші күні 205-ге дейін көтеріледі. Ол 5 пен 65 өмірінің 5-ші күні мен 60 жас аралықта билирубиннің нормасы 20,5-ге тең. Сондықтан айтып өтетін жағдай, бұл физиологиялық сарғаюма немесе патологиялық сарғаюма, оның мәнісін анықтау керек. Егер сізге дәрігер бұл физиологиялық сарғаю деп айтатын болса, физиологиялық сарғаю ол фотолампамен емделеді. Тек қана фотолампамен. Көбінесе физиологиялық сарғаю диагнозымен қазір естіп жатамыз ки урсасан және тағы басқа дәрілер балаға тағайындалады. Ол дұрыс емес. Негізі Всемирная организация здравоохранения дейді ғой. Осы организацияның рекомендациялары бойынша физиологиялық сарғаю тек қана фотолампамен, күн сәулесімен емделетін нәрсе. Бір күнде максимум 12 сағатқа дейін қоюымызға болады. Және осы 12 сағат, яғни баланы қойған кезде кемінде 8 рет баланы емізу керек. Неге емінде емізу өте маңызды? Себебі біз фотолампаның астына қойған кезде бұл сәулелер жаңағы ағзадағы керек емес билирубиндерді ыдыратып, баланың ішегіне лақтырады. Ал ішектен біз осы удың бәрін сыртқа тез шығаруымыз керек. Оны бала қалай шығарады? Бала үлкен дәрет арқылы шығарады. Ал үлкен дәрет бізге ана емізген кезде ананың тамағы арқылы пайда болады. Сондықтан жиі емізіп тұру керек. Бір тәуліктің ішінде кемінде 8 рет баланы емізу керек. Егер балаңыздың өзінің ауырлық дәрежесіне байланысты, егер сізде бүкіл денесі сарғайып тұрса, 12 сағат қоясыз. Например, тек қана бетінде болса, бір күнде 3 сағат қойсаңыз да жетеді. Сонымен қатар оны баланың өзінің, яғни жалпы қарауын жасап, билирубинін тексеріп, соған байланысты ем тағайындалады. Сондықтан егер күн ыстық болып тұрса, күнге де қойсаңыз болады. Бірақ баланың көзін фотолампаға қалай қоямыз? Баланы толығындай шешіндіріп, памперсін ғана кигіземіз. Сосын көзін байлаймыз, немесе шапка кигізіп, көзін жауып қойып, баланы фотолампаның астына салып, аударып отырамыз. Менің өзімнің баламда да болған. Егер сіз комната суық болатын болса, баклажкаға ыстық су құясыз, сыртын таза матамен орап, баланың жанына сол жылы баклажканы қоясыз, сол кезде бала тоңбайды. Сосын баланы жиі аударып отырасыз. Баланы жиі аударып, тек қана емізген кезде ғана баланы жарты сағатқа, әр емізуге жарты сағатқа алып отыруға болады. Сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар. Және фотолампаға қоюға болмайтын жағдайлар бар. Егер баланың нәжісі ақ түсті болса және зәрі қара түсті болса, мүлдем қоюға болмайды. Бұл баланың өліміне де алып келуі мүмкін. Жоғары билирубин неге қауіпті? Себебі ол егер өте жоғары болса, мидың қабықтарынан өтіп, мидың жасушаларын зақымдайды. Баланың ақыл есі кем немесе әртүрлі неврологиялық аурулар пайда болуы мүмкін.
Егер баланың терісі сарғайғанын көрсеңіз, жедел түрде дәрігерге хабарласып, билирубиннің деңгейін тексеріп, яғни тексерген жөн. Бұл физиологиялық сарғаю. Сонымен қатар бізде патологиялық сарғаю деген бар. Патологиялық сарғаю дегеніміз, яғни патология, яғни бұл норма емес, қалыпты жағдайларда кездеспейтін. Ол қандай? Бауыр, көк бауыр ауруларында, қан түзу аппаратының ауруларында, әртүрлі тұқымқуалаушылық. Сонымен қатар өт жолының бөгелуінде, обтурацияларында, өт жолының ісіктерінде және тағы басқа ауруларда кездеседі. Егер сіздің қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде қойып өтіңіздер. Консультация қаласаңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен менің администраторым хабарласады. Сау саламатты болыңыздар, ауырмаңыздар, әрқашан ұмытпаңыздар, сіз әлемдегі ең мықты, ең ақылды және ең мейірімді анасыз. Өзіңізді ешқашан кінәламаңыз, тек қана уақытылы дәрігерге қаралып отырыңыздар. Сау саламатты болыңыздар, ауырмаңыздар.